Қайырлы күн достар, сіздермен Ақерке Қасым. Дәл қазір сезон болып жатқан қыстың қамы, банк жабу болып жатыр. Мен осылай баклажаннан салат жасадым. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шықты және дәл осы рецепті сіздерге ұсынғым келіп отыр. Көріп тұрғандарыңыздай, мен барлық ингредиенттерді турап алдым. Керек ингредиенттерді мен описаниеда қалдыратын боламын. Осылай ошағымызға отынымызды жағып, майымызды құйық керек. Сосын пиязымыздан бастап қызартып қуырып алатын боламыз. Міне пиязымыз өлгеннен кейін теркадан өткізілген сәбізімізді салып, оны да әдемілеп қуырып аламыз. Кішкене өліп бастағаннан кейін осылай егер майларыңыз аз, құрғақтау болатын болса, мен сияқты май құйып жіберіңіздер. Сосын тұзымызды осылай саламыз. 3 ас қасық тұз салдым. Кейін барлығын салып қуырып болғаннан кейін тұзын да ары қарай тағы өздеріңіз көретін боласыздар. Және де баклажан салып, баклажанды мен қуырып алдым. Болгарскийді салдым. Кішкене жаңа басында көрінбей қалыпты. Болгарский салып, чеснок салып, соңына таман осылай помидорымызды салып, оны да қуырып алатын боламыз. Помидорымызды қатты көп қуырмаймыз. Суық шыққанша қуырамыз. Міне қайнап суығы шыға бастады. Енді осы жерде лавровый листпен осындай бұрышты саламыз, ірі бұрышты. Және де кішкене ащы дәм беру үшін мен 2 ащыны қосып жібердім. Сіздер ащырақ болсын десеңіздер, 3 қоссаңыздар болады. Және де жаңағы петрушка мен көк пиязымызды, укропымызды салып, уксусымызды құйып, мен 1,5 ас қасық уксус құйдым. Атылып кетпес үшін барлығын осылай қайнатып аламыз. Міне менің салатым дайын болды. Енді осылай 2 литрлік банкілерге алдымен банкілеріңізді стерилизовать етіп алыңыздар. Қайнаған суға жақсылап жуып болғаннан кейін бір парлап алсаңыздар, банкілеріңіз атылмай тұрады. Және де осылай түбіне дейін қақпағының жаңағы толтырып салыңыздар аузына дейін. Сонда ауа кіріп кетпей әдемі жабылатын болады. Мен жауып алдым. Дәл осы рецептпен менде 2 литрліктен 5 банка шықты. Өте әдемі болды. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сау болыңыздар, сіздер де.